Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын фисташковый рулет жасайтын боламыз. Ең біріншіден бізге керек ақуыз, қант, шым-шым тұз және фисташка. Фисташковый мука керек болады. Ең біріншіден біз жұмыртқаны ақуызын бөліп аламыз. Барлық ыдысымыз құрғақ болу керек. Миксерлейтін венчиктарымыз барлығын өте міндетті түрде құрғақ етіп алыңыздар. Ең біріншіден осылай белогымызға шым-шым тұз салып, өте ақырын жылдамдықпен миксерлейміз. Ары қарай 3 қасықтан бөліп, арасына 3 минут салып миксерлейтін боламыз. Қантымызды салып болғаннан кейін мен жылдамдықты көбейттім, 3-ші жылдамдыққа қойдым. Ақуыздарымыз дайын болғанын қалай білеміз? Бірінші қолымызға алып, қанттың кристалликтері сезілмеу керек. Екіншіден, жаңағы ыдысты аударған кезде төңкерілмеуі керек. Дайын болғаннан кейін фисташковый мукамызды салып, силиконовый лопаткамен астынан үстіне жайлап 20-30 секунд араластырамыз. Болғаннан кейін пергаментный бумага, паклан, асты жабыспайтын, немесе мен сияқты осылай тефлоновый коврикке салсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіреміз. Кремімізді дайындап, осылай немесе ягоды қосаңыздар болады. Менде ягоды болмаған соң мен варенье қостым, малинаның вареньясын. Сосын ораймыз рулетімізді, холодильникке салып қоямыз 2-3 сағатқа. 2-3 сағаттан кейін әдемілеп безендірсеңіздер болады. Үстіне кремін жақсаңыздар болады, жақпасаңыздар да болады. Ал ас болсын.